Қарияның 3 сауалы. Бір дана қария ауылдастарының ішінен ең ақылды, ең мейірімді және ең жалқау адамды анықтағысы келеді. Ол ауылдың басты алаңына жиналып, 3 сұрақ қоямын. Кім дұрыс жауап берсе, соған сыйымды беремін, дейді. Бірінші сұрақ: әлемдегі ең ауыр нәрсе не? Адамдар әртүрлі жауап береді. Алтын, темір, тас. Бірақ бір жас жігіт: адамның ары ең ауыр нәрсе. Оны жоғалтсаң, өмір бойы көтере алмайсың, дейді. Қария оны мақұлдайды. Екінші сұрақ: әлемдегі ең жеңіл нәрсе не? Адамдар қауырсын, жел, күл деп жауап береді. Бірақ қарияны бір әйелдің жауабы таң қалдырады. Уәде ең жеңіл нәрсе. Адамдар оны оңай береді, бірақ орындау қиынға соғады, дейді. Үшінші сұрақ: әлемдегі ең жаман нәрсе не? Көп адам ашу, кедейлік, соғыс деп жауап береді. Бірақ бір бала былай дейді: жалқаулық ең жаман нәрсе. Ол аштыққа, надандыққа және қиындыққа келеді. Жалқау адам ешқашан жақсылыққа жетпейді, дейді. Қария бұл 3 адамның жауабын мақұлдап, оларды ақыл, мейірімділік және еңбекқорлықтың үлгісі деп таниды. Бұл әңгіме арқылы арыңды сақта, уәдеңді орында, жалқаулықтан аулақ бол деген терең мағына жеткізіледі.